Солтүстік өңірге жұмыс сапарымен облыс әкімі Даниал Ахметов бастаған Шығыс Қазақстан облысының делегация өкілдері келді. Меймандар спорт сарайына барып кешеннің жабдықталуымен танысты. 2015 жылы іргетасы қаланған спорт сарайы бүгінде солтүстік қазақстандар спортпен айналысатын бірден бір нысан. Мұнда спорттың барлық түрімен айналысуға мүмкіндік жасалынған. Бір күнде 1200 адамды қабылдай алады. Кейін екіжақтық кездесу өтті. Жиын барысында солтүстік Қазақстан облысы мен Шығыс Қазақстан облысы арасындағы ынтымақтастықты дамыту, екі облыс арасында атқарылып жатқан жұмыстар жайы кеңінен талқыланды. Солтүстік Қазақстан облысы мен Шығыс өңірі арасында ауыл шаруашылық, машина жасау және тағы да басқа бірқатар салалар бойынша жұмыс жасалуда. Өндіріс саласында екі облыс арасында бірқатар келісімдер орнатылды. Петропавл ауру машина жасау зауыты өңіріміздегі ең ірі кәсіпорындардың бірі. Қазіргі таңда зауыт Өскемен қаласының титан магний комбинатымен келісімге отырды. Мұнымен қатар Шығыс Қазақстан облысында басқа да кәсіпорындармен жұмыс жасауды жоспарлап отырмыз. Ағымдағы жылдың маусым айында Солтүстік Қазақстан облысының делегациясы жұмыс сапарымен Шығыс Қазақстан облысында болып қайтты. Әріптестік барысында екі өңірдің әкімдіктері 13 меморандумға қол қойған. Бүгінде бірқатар салалар бойынша бірлесіп қарқынды жұмыс атқарылуда. 10 маусым Өскемен қаласында өткен екіжақтық ынтымақтастық кездесуінде 13 меморандумға қол қойылды. Оның 11-і сауда-саттық қарым-қатынас, екеуі өнеркәсіп саласы бойынша қарым-қатынастық келісім жайында. Өңірімізде машина жасау саласы жақсы дамуда. Осының дәлелі биылғы жылы Батыр атты тракторларды құрастыру зауыты іске қосылды. ДЭО Бас Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Шығыс өңірі ғана емес, республикадағы көлік шығаратын ірі кәсіпорын. Өндіріс жылына 1200 автобус шығаруға қауқарлы. Біз Кореяның ДЭО компаниясымен жұмыс жасаймыз. Автобустың 5 түрін жинаймыз. Барлығын Қазақстанда жасаймыз. Кездесу барысында Солтүстік Қазақстан облысы мен Шығыс Қазақстан облысы ауыл шаруашылық, машина жасау және өндіріс саласында қарым-қатынасты одан сайын нығайтып, қоян-қолтық жұмыс жасауға келісті. Біз Даниал Кеңшітаев екеуміз кездесіп, Өскеменде бірқатар келісім-шартқа қол қойдық. Ол қай бағытта? Бірінші ауыл шаруашылығы, машина жасау саласы, сонымен қатар өндіріс. Сондықтан бүгінгі осы отырыста біз қалай орындалып жатыр біздің келісімдер деп қарастырдық. Соның бәрі жақсы, ары қарай дами түседі деп ойлаймын. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов Солтүстік Қазақстан облысында әкім болған жылдарын еске алып, Солтүстік Қазақстанның қазіргі жағдайы біршама даму үстінде екенін атап өтті. Қазақстан потенциалы зор, ал енді Солтүстік Қазақстанның мен жақсы көретін Солтүстік Қазақстанның нәтижесі де болашағы да зор деп айтуға болады. Сол себептен міне жаңада естідіңіздер, Казцинкпен, содан кейін Восток Минерал, содан кейін Казатомпром бірге жұмыс істейді. Бір аз уақыттың ішінде жақсы келісім болады. Бүгін біз барлық зауыттарды аралап, бірге жалғас істейтін мүмкіншілікті табамыз. Екі жақтық кездесуден кейін Шығыс Қазақстан облысы әкімі бастаған делегация өкілдері Петропавл ауыр машина жасау зауытының жұмысымен танысты.